Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында каркаде сусын жасайтын боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Күн ыстықта таптырмас сусын. Ең алдыменен ыдысымызға осылай құрғақ каркаде шөбін саламыз. Мен көз мөлшермен салдым. Үстіне 2-3 стақан суымызды құйып, баяу отта қайнатамыз. 10-15 минут жай отта қайнатып, қатты қайнатудың қажеті жоқ. Мөлшерін көбірек салсаңыздар, суларыңызды да көбірек құйсаңыздар болады. Міне осылай жай отта қайнатамыз. Өшіріп қойдым дайын болған соң. Міне түрінің өзі өте керемет болып тұр. Енді графинімізге құямыз. Жалбызымызды салып аламыз. Дәм беру үшін мен жалбыз, 1-2 кесілген лимон және апельсин салдым. Салмасаңыздар да бола береді. Және сүзгіштен өткізіп, қайнаған каркаде суын електен өткізіп құйдым. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Өте оңай жасалуы, және дәміне қарай қант қостым үстінен. Қатты тәттіні қаласаңыздар, көп мөлшерде қоссаңыздар болады. Мен орташа қылып қостым. Және қайнатылған су болған, сол қайнатылған суымды үстінен құйып, қантымыз ерігенше қозғап шықтым. Міне осымен сусынымыз дайын. Іше берсеңіздер болады, мұздатып ішсеңіздер де болады, және мұз салып ішсеңіздер де болады. Назарларыңызға көп рахмет. Менің YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Ұнап жатса лайк басып, қазақша контентті қолдап кетіңіздер. Міне осылай жасалуы өте оңай. Сау болыңыздар.